Ассалаумағалейкум қазақ елі, Жезқазған қаласының тұрғындары, облыс тұрғындары, құрметті оқырмандар. Мына бүгін біз еліміздің Әз-Наурыз мерекесінің аясында кітапхана ұжымымен облыс кітапхананың алаңында бүгін бір іс-шара ұйымдастыруға жатырмыз. Біздің іс-шарамыздың мақсаты Наурыз мерекесінің салт-дәстүрімізді әрі қарай жастарға насихаттау, қазағым-ай, жыр тербеген жүректен жыр жазамын-ай, дүбір-дүбір той-тойлатқан думандатып таусылмасын кәделі ақ тілектерің қазағым-ай, күмбір-күмбір күй ойнатқан қазағым-ай, жыр тербеген жүректен жыр жазамын-ай, дүбір-дүбір той-тойлатқан думандатып таусылмасын кәделі ақ тілектерің қазағым-ай. Өмір шіркін 5 күн жалған өткен шібір ақ жауындай, той думанмен асқақтасын нардан қыңай. Ұлыстың ұлы күні Наурыз тойы болсын. Той тойғыласын, арты молғыласын, қасауа қардың көбесі сөгіліп, қара жердің төбесі көгіліп, көрініп, төбеден күннің нұры төгіліп, жүректен мейірімнің шуағы себіліп, ерекше бір көңіл күйде жоғарғы рухта тойланатын аса бір қадірлі ардақты мерекелеріміздің бірі. Облыстық кітапхана ұжымына көп рахмет. Әз-Наурыз құтты болсын. Бүгін қалай көңілді болсақ, бүгін дастархан қалай молшылықта болса, әр күнімізде осындай болсын. Ал бисмиллахир-рахманир-рахим. Осы тұсауын кесейін, ешқашанда сүрінбесін, топқа түссе осалдығы білінбесін. Наурыз құт береке десін, ақ мол болсын. Бала шағаларымыздың бәрі аман бол, жылда осылай әрқашанда тек қана жақсылықта амандықта кездесейік. Бай бәрекелді.